Қазақ ертегісі. Екі қаз бен бір бақа. Ерте заманда екі қаз су іздеп жүріп, ыстық шілденің күнінде бір көлшікке келіп қонады. Ол көлшікті көптен бері мекен етіп жүрген бір бақа бар еді. Екі қазды бақылдап жолатпай, көлшігін қызғанып, оларға су ішкізбейді. Екі қаз жалынса да, бақа: "Бұл кішкентай көлшік құрғап таусылады. Сіздер ұшып кетесіздер, ал мен бейшара, қанат құйрығым жоқ, қайда барамын?" дейді. Қаздар: "Егер де осы көлшік құрыса, сізді біз алып ұшып бір жақсы көлге жеткізелік", дейді. Бақа келісіп, үшеуі осы көлді бірге мекендейді. Күндердің бір күні көл суалып, қалған суы сасып кетеді. Екі қаз уәде бойынша бақаға: "Кетелік, бір жақсы суға жетелік", дейді. Олар бір құлаштай ұзын ағашты алып келіп, бақаға дәл ортасынан тістетіп: "Аузыңды ашпа, жағыңды қарыстырып ұста", деп ескертеді. Екі қаз ағаштың екі шетінен аяғымен мықтап ұстап, бақаны аспанға алып ұшыпты. Бақа көктің үстіне шыққанға көңілі өсіп, жердегі бақалардан өзін жоғары сезініп мастанады. Сөйтіп, бір үлкен шаһардың үстінен ұшып келе жатқанда, шаһар халқы көкке қарап қайран қалады. Бірі: "Бұл қандай мақұлық?" десе, екіншісі: "Қасиетті бақа". Енді бірі: "Бақа емес, басқа бірдеңе" десті. Жұрттың таңғалысын көрген бақа мақтанып, атымды айтпай, өзімді таныстырмай кеткенім жөн болмас деп ойлайды. Ол таңғалып тұрған елге: "Мен бақамын", деп аузын ашқанда, ағаштан босап, жерге қарай құлдилай келіп, ат базардың ортасына келіп тарс етіп түседі. Сол жерде жарыстырып базарға салып жүрген аттар бақаның белін басып өлтіріп кетеді. "Ақымаққа жақсылық етіп болмас", деп екі қаз өз бетімен ұшып кете беріпті. Міне, бәзбір азаматтар, елдің алдында құрмет беделге ие болса, бақа сияқты менменсіп, өзінен басқаны төмен санайды. Бұл асылық адамды надандыққа ұшыратады. Олар түбінде ақымақ бақадай дұшпанның аяғының астына түседі. Бұған Абайдың мына бір сөзі дәлел болады: "Жамандар қыла алмай жүр адал еңбек, ұрлық құлық қылдым деп қаһар көлбек, арамдықтан жамандық көрмей қалмас, мың күн сынбас, бір күні сынар шөлмек".